Сәлем достар, біз бүгін сіздермен нефрологияға кіріспей жасайтын боламыз. Бүгінгі сабақта несептік синдром, дизуриялық синдром, нефротикалық және нефритикалық синдромдарға жалпы тоқталып өтетін боламыз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, бұл біздің каналдың әрі қарай дамуына өз үлесін қосады. Ендеше бастаймыз. Несептік синдромға тән белгілер: лейкоцитурия, микрогематурия, 1 граммға жетпейтін тәуліктік протеинурия, гипостенурия және бактериурия. Лейкоцитурияға тоқталатын болсақ, бұл несептің құрамында лейкоциттердің болуы. Ал несептің құрамында лейкоциттер қалай пайда болады деген сұрақ туындайтын болса, лейкоциттер несепке қабынған интерстициядан және несеп жолдарының кілегей қабығы арқылы түседі. Соның салдарынан несептің құрамында лейкоциттер пайда болады. Ал микрогематурия бұл несептің құрамында қанның болуы. Бұл кезде эритроциттер жарылған капиллярлардан немесе тостағаншалардың түбінен қан кеткен кезде несепте пайда болады. Немесе бүйректе тас пайда болып, сол бүйректің кілегей қабатын зақымдаған кезде пайда болады. Тәулігіне 1 граммға жетпейтін протеинурия бұл несептің құрамында белоктардың, яғни ақуыздардың пайда болуы. Ал гипостенурия бұл несептің салыстырмалы тығыздығының төмендеуі. Ал бактериурия бұл несептің құрамындағы бактериялардың пайда болуы, яғни олар қалыпты жағдайда болмау керек, патология кезінде пайда болады. Ал дизуриялық синдромдарға келетін болсақ, оларға олигурия, анурия, ишурия, полиурия, никтурия, поллакиурия, странгурия және изуриялар жатады. Олигурия дегеніміз тәуліктік зәр мөлшерінің 500 мл-ден төмен болуы. Ал анурия дегеніміз бір тәулік бойы зәрдің 50 мл-ден төмен, яғни немесе мүлдем зәрдің болмауын айтады. Анурияның 3 түрі бар: бүйрек үсті ануриясы, бүйректік анурия және бүйрек асты ануриясы. Бүйрек үсті ануриясы бұл бүйрекке келетін қан мөлшерінің күрт төмендеуінен болады. Бұл кезде бүйрек артерияларының тромбозы болуы мүмкін, немесе сырттай басқа органдармен басылып қалуы мүмкін. Ал бүйректік анурия бұл секрециялық анурия деп те аталады. Бұл кезде бүйрек шумақшаларының өзі тікелей зақымдануынан пайда болады. Яғни бұған біз бүйректің туберкулезін жатқызуға болады, немесе қандайда бір органикалық ауыр металл тұздармен уланған кезде, немесе жіті нефрит кезінде пайда болады. Ал бүйрек асты анурия, екінші атауы экскрециялық анурия деп аталады. Бұл зәрдің жоғарғы несеп жолдарымен жүруінде кедергі болады. Немесе несеп ағар таспен бітеліп қалуы мүмкін, немесе сыртынан басылып қалуы мүмкін. Келесі ишурия бұл зәрдің қуықта бөгелуі. Бұл кезде қуықтан төмен зәр жүре алмай қалады. Ол несептас ауруы кезінде, немесе аталық бездің аденомасы кезінде көрініс береді. Ал полиурия дегеніміз тәуліктік зәр мөлшерінің 2000 мл-ден көп бөлінуі. Оған себеп бүйрек өзекшелерінде реабсорбцияның азаюынан болады. Яғни бүйректік полиурия бұл созылмалы бүйрек жетіспеушілігі ауруларында кездеседі. Ал бізде бүйректен тыс полиурия деген бар, ол қантты диабет немесе қантсыз диабет аурулар кезінде болуы мүмкін. Никтурия бұл күндізгі және түнгі диурездің ара қатынасының бұзылуы, яғни түнде диурездің артуы. Бұл бізде никтурия деп аталады. Бүйректік никтурия бұл нефрит, нефросклероз аурулар кезіндегі ең бастапқы сатысында көрініс береді. Поллакиурия несептің бір тәулікте жиі бөлінуі, 7 реттен көп бөлінуін поллакиурия деп атайды. Поллакиурия негізінен қуықтың, үрпінің қабынуы кезінде, немесе жүктілік кезінде қуықтың сыртынан басылуының салдарынан көрініс береді. Келесі странгурия бұл зәрдің тамшылап, яғни ауырсыну сезіммен қосарлана бөлінуін айтады. Изурияға келетін болсақ, бұл зәрдің тәулік бойы бір келкі аралықтарда және бірдей болып бөлінуін айтады. Енді келесі синдром бізде нефротикалық синдром.
Достар, нефротикалық синдром мен нефритикалық синдромның басқа синдромдардан айырмашылығы, біз науқас келген кезде диагноз ретінде нефротикалық синдром немесе нефритикалық синдром деп жеке диагноз ретінде қоя аламыз. Мысалы, басқа синдромдар бар ғой, интоксикация синдромы деген сияқты, немесе жаңа ғана айтқан несептік синдром деген сияқты. Ал науқастар ол белгілермен келген кезде біз интоксикация синдромы деген диагноз қоя алмаймыз, немесе несептік синдром деген диагноз қоя алмаймыз. Дәл осы нефротикалық және нефритикалық синдром кезінде біз жеке диагноз ретінде қоя аламыз. Бұл екі синдромның басқа синдромдардан айырмашылығы осыда. Ендеше нефротикалық синдромның белгілеріне тоқталайық. Ең бірінші анасаркаға дейін ісіну. Анасаркаға дейін ісіну дегеніміз науқастың басынан аяғына дейін денесінің бүкіл бөлігінде ісінуді көретін боламыз. Протеинурия ол ересектерде 3,5 граммнан жоғары болады, ал жас балаларда 1 граммнан жоғары болады. Протеинурия дегеніміз белоктардың зәрдің құрамында болуы. Ал одан кейін бізде гипопротеинемия, яғни бұл кезде белоктардың қанның құрамында төмендеуі. Жаңа зәрдің құрамында айттық қой, енді бұл қанның құрамында. Қанның құрамындағы жалпы белок 65 пен 85 грамм бөлінген литр қалыптыда болатын болса, ал гипопротеинемия кезінде 50 грамм бөлінген литрден төмен болады. Ал гипоальбуминемияға келетін болсақ, ол қанның құрамында 25 грамм бөлінген литрден төмен болады. Ал гиперхолестеринемия мен гипертриглицеридемия бұл қанның құрамында холестериндер мен триглицеридтердің жоғарылауының салдарынан болады. Нефротикалық синдром кезінде ешқандай гематурия болмайды, артериялық қан қысымы жоғарыламайды. Кішкене ғана жоғарылауы мүмкін, мысалы 130 мм сынап бағанасына дейін, немесе 140, одан ары қарай жоғарыламайды. Ал нефритикалық синдромға келетін болсақ, бұл кезде де ісіну болады. Нефритикалық синдромдағы ісінудің нефротикалық синдромдағы ісінуден айырмашылығы, бұл жерде тек науқастың көз айналасында, бет әлпетінде, хабитусында өзгеріс болады. Яғни хабитус дегеніміз бет әлпеті. Ісінуді тек бет әлпетінен ғана байқаймыз, ал басқа денелерінде ісіну болмайды. АГ – это артериальная гипертензия, яғни науқастың қан қысымы жоғарылайды. Бұл нефротикалық синдромда жоқ белгі болған, енді бұл нефритикалық синдромға тән белгі. Енді бұл жерде де протеинурия бар. Біз нефротикалық синдромда да протеинурия бар деп айттық. Енді екеуіндегі протеинурияның айырмашылығы, нефритикалық синдромдағы белоктар несептің құрамында 2 граммнан көп болмайды. Ал жаңағы нефротикалық синдром кезінде 3,5 граммнан көп болады деп айттық, ал бұл жерде ол сияқты көп болмайды, 2 граммнан көп емес. Және нефритикалық синдромға тән белгілердің бірі бұл гематурия. Яғни гематурияның макрогематурия және микрогематурия деген түрлері бар. Именно нефритикалық синдром кезінде макрогематурияны көретін боламыз. Макрогематурия дегеніміз бұл қалыпты жағдайда несеп бөлінген кезде оның қызғылт түске боялып бөлінуі. Ал микрогематурияны біз көзбен көре алмаймыз, оны тек гистологиялық зерттеу барысында ғана көруге болады. Және холестериндердің жоғарылағанын көреміз. Бұл кезде холестериндер шамалы ғана жоғарылайды, ал нефротикалық синдром кезінде оның мөлшері өте жоғары болады. Жалпы холестериннің мөлшері қанның құрамында өте жоғары болады. Осымен біздің бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Бұл бізде нефрология циклына кіріспе сабағы болды. Мені қолдап, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.